Астанадан небәрі 50 шақырым жердегі отау түскен ауылы қарқынды дамып келе жатқан елді мекендердің бірі. Ауылдағы Жапақ ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі соңғы жылдары заманауи агротехникалық шараларды қолданып, өнім көлемін екесеге арттырған. Шаруашылықтағы малдардан бөлек ауылдағы ағайынның қорасындағы түлікке де қажетті жем-азықты қатар дайындауда. 50-ге тарта түтіні бар елді мекеннің тыныс тіршілігімен танысып қайтқан тілші баяндасын. Отау түскен ауылы еңбек пен жаңашылдықтың үйлескен жері. Мұндағы шаруалар ерінбей еңбек етіп, ауылдың ғана емес, елдің де азық-түлік қорын толықтыруда. Ауылда егіншілік пен мал шаруашылығы қатар дамып отыр. Биыл Жапақ ауыл шаруашылығы өндірістік кооперативі мемлекеттен жылдық үстемесі 2,5% болатын 29 миллион теңгеге несие алған. Жыл сайын ірі қара мал басын көбейтуді қолға алған асыл тұқымды төл алу үшін биыл 4 бұқа сатып әкеліпті. Үкіметтің программаларымен несімен жылда әкеп, жаңағы ангус бұқа қосамыз. 2 жыл бұрын белоголовый әкелдік. Сол енді ол жаңағы селекция өзімізше жүргіземіз, енді мал өсіреміз, шөп шабамыз, кішкене егін егіп. Енді малды ұстау үшін жаңағындай бізге қазір автоматизированный жаңағындай қораға автоматизированный хотим перейти. Енді ол баяғыдан оны істегіміз келіп жатыр, енді оған автоматқа көшу үшін өте үлкен қаражат керек. 10-15 жылда уже бұрынғы адамдар кеткеннен кейін жас адамдар олай мал жайламайды, ешкім келмейді. Сондықтан тезірек неге автоматқа көшу керек. Кооперативте қазір 400 бастай ірі қара мал бар. Аталған техникалық құралдардың арқасында жем-шөпке деген тапшылық жоқ. Жергілікті шаруалар сүт пен ет өнімдерін тек ауыл ішінде ғана емес, Астанадағы дүкен сөрелеріне де жөнелтеді. Жұмысшылардың жалақысы уақытылы беріліп тұрады. Жұмыс істеймін деген адамға кооператив тарапынан әлеуметтік көмектің бәрі қарастырылған. Яғни ауылда өмір сүруге жағдай бар деген сөз. Осы жеке шаруашылықта 10 жылдан артық жұмыс істеймін. Қысы-жазы жұмыспен қамтылғанмын. Қазір науқан, шөп науқаны, шөп дайындап жатырмыз. Осы бригадада бригадир болам. Сол жерде қарамағымда 15-16 адам жұмыс істейді. Ай сайын жалақымызды аламыз. Медстрахование жаңағы бәрі бар. Жоба 300 мың жалақымыз ай сайын алады, көңіліміз толады. Одан басқа жаңағы дивиденд дейміз ғой, шөбімізді береді. Одан басқа тағы да көп нәрселермен көмегі бар. Сол енді семьямызға бәріне жетеді, бәрі жақсы. Отау түскендегі шаруалар ел экономикасына үлес қосып келеді. Жапақ кооперативі өзге елді мекендерге үлгі болар еңбектің ордасы. Мұнда әр орылған бір бума шөп төгілген маңдай тердің адал еңбектің жемісі. Бағасы 5000 теңгеге дейін бағаланатын шөптің әр бумасының артында таңмен таласқан тірлік, дала төсіндегі тынымсыз еңбек жатыр. Бұл мал азығын қамдап, ертеңгі күнге сенім артқан ауыл еңбеккерлерінің берекелі бейнеті. Ол табандылықтың, төзімнің, табиғатпен үндескен тіршіліктің символы. Нұрсәуле Мұраты, Жүрсін Өмірзақ, Көкше Ақпарат.